Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Диана. Бүгін біз Instagram парақшаға оформление жасау тақырыбын бастаймыз. Бірінші бөлімі. Бұл кез келген аккаунттарға қатысы бар, бизнес аккаунттарға, яғни кәсіпкерлерге, кез келген кәсіп иесіне, интернет-магазин, тауар немесе қызмет, блогерлерге қатысы бар, SMM-щиктарға қатысы бар. Одан кейін адвокат, бухгалтер, психолог сияқты жеке өзінің кәсібін, жеке тұлғасын продвигать ететін адамдарға қатысы бар. Үш басты нәрсе туралы айтамын, міндетті түрде болу керек сіздің оформлениеңізде. Бұл актуальный сторисқа дейінгі бөлікті айтып тұрмын. Ол біріншіден логин, екіншісі описание, үшіншіден ол қазір айтам. Бірінші логин. Көп адамдар логин жасаған кезде қалай таңдау керек екен критерияларын ұмытып кетеді. Бәлкім сізге қазір логинді өзгерту керек болады. Себебі логиніңіз қысқа болу керек, түсінікті болу керек. Міндетті түрде соны ойлаңыздар. И біреу мысалы сіз жаныңызда тұрған, мысалы, живой адамға айтып жатқан кезде, немесе жаңағы айтады ғой, мен бизнесім осындай, инста парақшам осындай деп айтқан кезде, ол адам бірден түсінетіндей и бірден бүйтіп жазып ала алатындай, то есть қиын әріптерсіз сондай болу керек. И желательно сандарсыз, пожалуйста, сандарды қолданмаңыздар. Мен бұндай аккаунттарды көп жерден көремін. Сандар немесе 0.94, 0.95, 0.1 деген сияқты мүлдем керек емес. Қысқа әрі нұсқа болсын. Сіздің бизнесіңіз не жайлы, блогыңыз не жайлы, бір оригинальный болса да болады. И мысалы школа дегенде мысалы СХ деген сияқты әріптерді алып тастауға тырысың, қолданбауға тырысу керек та. И айтқан кезде бірден қалай естіліп тұр, солай жазатындай оңай болсын. Бұл өте маңызды. Екінші пункт ол описание. Біз описание деген тақырып негізі бөлек тақырып. Оның үстіндегі мынау қысқаша описание тұрады ғой, қара сөзбен жазып тұрады ғой, сол жайлы айтқым келіп тұр. Көп инстамагазиндерге қарап отырсаң, немесе бір тауар алғың келіп Instagram қарайсың ғой, мысалы Қарағанды қаласында болсын, Астанада болсын, бір нәрсе іздеген кезде нақты керек парақшалар аз шығады. Себебі Instagram аккаунт иелері дұрыс өздерінің не екенін, кім екенін, қандай бизнес екенін вообще дұрыстап жазбайды. Сондықтан описаниеде міндетті түрде сіз психологсыз ба, психолог деп жазылып тұру керек. Немесе ключевой значениялар ғой, сіз поисковикке шыға алатындай. Потому что сіз егер де солай жазбасаңыз, немесе басқа нәрсе жазсаңыз, немесе өз атыңызды жазып қойсаңыз, сізді клиенттер жоғалта алады, ешқай жерден таппайтын болады. Сіздің атыңыз әлі танымал емес, сіз Бекхэм емессіз, чтобы өзіңіздің атыңызды жазып қоятындай да. Сондықтан немен айналысасыз, соны жазу керек қысқаша міндетті түрде, тіпті үлкен әріппен жазсаңыздар да болады. Себебі сразу сіздер поисковикке шығасыздар. Негізі көп адамдардың қателіктері осы Инстаграмда көбісі ойлайды адамдар поисковиктен іздемейді, ол маңызды нәрсе емес деп, себебі өлшенбейді ғой, біз білмейміз поисковикте кім бізді іздеп қалай келетін. На самом деле поисковиктен көп іздеу адамдар өте көп келеді, өте көп подписчиктер келеді, өте көп іздейді, хэштегпен де іздейді. Біз оны біле бермейміз, но күнделікті өмірде көп адам іздейді. И іздеген кезде кім солай дұрыстап жазды, сол адамдар шығады, соларға тіркеліп, солардан заказ береді, солардан сатып алады. Сондықтан бұл пункт өте маңызды. Үшіншіден, көп инстамагазиндерден байқаймын, көп аккаунттардан, блогер болсын, жаңағы кәсіп болсын, отдельный пункт бар. Қаланы жазуға, немесе адресті жазуға арналған отдельный пункт бар Инстаграмда. Жаңа описание редактировать еткен кезде прям болады ше, внимательно ашып қарасаңыз болады. Өте оңай ол жер. Көп адамдар біле бермейді ма, или қолданбайды ма, и босқа орын алып, өзі описаниеда и так аз ғой символ, и сол жерге жаңағы бүкіл адресін бәрі сол жерге жазып қояды да, арнайы орны бос қалады. Немесе мүлдем жазбайды. Олай істеуге болмайды. Сіз даже блогер болсаңыз да міндетті түрде қалаңызды жазып қойыңыз. Сіз бизнес егер болсаңыз, тем более, потому что сізді поисковикпен адам іздеп қарады, ол бірінші очередь қаланы қарайды. Так, мынау сол қаламамы? Мен басқа қаладан заказ беріп жүрмеймін деген сияқты ше. Мысалы, психологты іздесем, маған Қарағандыдағы психологтар керек деген сияқты. Міндетті түрде қалаңыз бөлек строкада жазылып тұру керек. Ол көк, анда ссылка сияқты көк болып шығып тұрады. Тіпті соны басқанда картамен шығады да. И ол жерге даже адрес, подробно прям адресті жазуға болады. Міндетті түрде қолданыңыз, сіз просто блогер болсаңыз да, потому что қазіргі сферада, блогосферада, Инстаграмда рекламаға немесе бартерге блогерлерді іздегенде, именно нақты сол қаладан блогерлерді іздегенде қала бойынша іздейді, қарайды. Егер сіздің қалаңыз жазылбаса, сізді просто адамдар елемей қалады да. Даже сіздің 5-ақ мың подписчигіңіз, 2-ақ мың подписчигіңіз болсын, живой, активный өзіңіздің, хоть сіз жаңадан бастап отырған блогер болсаңыз
болсаңыз да, бір ауылдан немесе бір кішкентай районнан болсаңыз да міндетті жазып қойыңыз. Сізді кәдімгідей адам жаңағы іздеп, сізді қолдан как бы шақыртулар жасауы мүмкін, элементарно да сізге ұсыныстар түсуі мүмкін. Сондықтан бұны міндетті түрде мән беріңіздер. Бұл айтып ғой, дополнительный клиент әкелетін, дополнительный общение, серіктестікке жол жаңағы. Қаланы жазып қою, адресті жазып қою, описаниеде ключевой запростарды жазып қою и логиніңізді жазып қою. Сол, рахмет сіздерге көргендеріңізге. Осы видеоны инстаграмға тіркеліп қойыңыздар. Ссылка бойынша ол жерде бұрыннан бері уже 2 жыл бойы мен пайдалы посттар жазып тұрмын. Өте көп пайдалы посттар бар. Сондықтан инстаграмда сіздерді көремін. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, барлық комментарийлерге жауап беремін. Сау болыңыздар.